жаңағы кітаптағы оқыған мына жерді қарашы мына. Не дейді? Еркек ұялып кетті да, бала ұялып кетті дейді. Ал енді сол ұялып кетті деген сөзі ол өмірде де ұялатын нәрселер қасиеті бар еді да. Және көп нәрсе жазып алып айтқан қажеті жоқ. Еркеулар шабытына жамыл оқығанда 5 қыздар жамылдым да, бірақ бәрібір 5 қыз бір төбе, бір ұл бір төбе. Мен айтша үшінші неге енді айтсай балам деп жатырмын да, мына қызымды атын білмедім, сұрағым да жалпы жүрекпен оқығанды өмірде жеткізе алады екен. Мынау жігіт қой енді. Еркеулар жарайды. Алда тек қана жоғарыдан көрін, қыздар барлығында мықтысыңдар. Рахмет балдар. Жаңа сіздерге сыйға ұсынған кітабымыздың авторы Ғалымжан ағай. Рахмет баршаңызға. Біз 20 минутта оқу деп жатырмыз ғой жаңағы. 20 минутта бала күніге кітап оқыса, бір жылда 160 мың сөз оқиды екен. 5 минут кітап оқыса, 40 мың сөз оқиды екен. Ал егер де бір күнде 1 минут сөз оқитын болса, 80 мың сөз оқиды екен бір жылда. Сол үшін балаларға айтқым келетіні, кітап оқуды тоқтатпаңыз. Одан әрі журналистерді ашында жүрсеңіз. Рахмет.